Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай керемет қатпарлы болып шығатын круассанды дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен жылы суымызды, оның үстіне жылы сүтімізді құямыз. Кезектестіріп, ендігі кезекте қантымызды, оның үстіне бір шымшым тұзымызды салып, ашытқымызды да салып жіберетін боламыз. Менде құрғақ ашытқы, сіздер балғын ашытқыны да қолдансаңыздар болады. Міне осылай араластырамыз. Енді пешевой пленкамен үстін жабып 15 минутқа жылы жерде қалдыратын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай бізде 15 минут өтті. Біздің ашытқымызда осындай реакция болды. Ендігі кезекте біз жұмыртқамызды, бір жұмыртқаны толықтай, екінші жұмыртқаның тек ақ уызын ғана қосып, 1,5 жұмыртқаны бірге араластырып алатын боламыз. Кішкене араластырып болған соң 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, қайта біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды міндетті түрде осылай електен өткізіп салғанымыз дұрыс. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Яғни біз қатты емес, жұмсақ емес, орташа қамыр илеп, бетін пешевой пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Міне бізде 1 сағат уақыт өтті, біздің қамырымыз осылай болады. Енді қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Міне осылай барлығын бөліп шығамыз. Менде 10 бөлік болды. Яғни 10 бөлікке бөліп осылай дөңгелетіп аламын. Дөңгеленіп болған қамырларымызды осылай оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Қатты жұқа қылып жаю қажет емес. Орташа, яғни 3-4 мм-дей қамырды жайып аламыз. Міне осылай жайып болғаннан соң бөлме температурасында тұрған сары майымызды қолдың көмегімен осылай барлық жеріне жағып шығамыз. Келесі қамырларымызды да осылай жайып, сосын май жағып шығатын боламыз. Міне біз барлық қамырларымызды жайып болдық. Енді үстін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Міне бізде 15 минут өтті. Енді қайта оқтаудың көмегімен осылай үлкен қылып жайып шығамыз. Үлкен болып жайылған қамырымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен ортасына шоколад салдым. Сіздер вареное молоко немесе варенье өздеріңіз ұнатқан салуларыңызға болады. Тіпті салмай өзін пісіріп жей берсеңіздер де керемет болып шығады. Енді круассандарды тапамызға жайғастыратын боламыз. Яғни барлық круассанды реттеп салып, арасын кішкене ашып салғанымыз дұрыс. Себебі круассандарымыз үлкейеді, ісінетін болады. 15 минутқа қайта тындырып қоямыз. 15 минуттан соң үстіне жұмыртқамыздың сарысын жағып алатын боламыз. 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Яғни әркімнің пеші әр түрлі, беті қызарып піскенше пісіреміз. Міне біздің круассандарымыз дайын. Осындай өте керемет болып шығады. Арасы қатпарлы болады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін.
Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер де видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Кездескенше сау болыңыздар.